Ассаламалейкум, құрметті жақсыларым. Бүгін деген бізде біраз жұмыстар атқарылды. Бір әпкемізді осы жерге алып келіп ауруханаға жатқыздық. Ана Қаракөз қарындасымыздың құжаттары мәселесімен Сеул қаласына елшілікке бардық, және осы жерде Сеул қаласындағы ауруханаға келіп, өткенде естеріңізде болса, 3-ші қабаттан құлап, белін екі жерінен және аяғы екі жерінен сынып кеткен Зафар есімді бауырымыз бар еді. Сіздердің көмектеріңіздің арқасында, Алланың қалауымен болған осындай бір қайырымдылықтың арқасында Зафар бауырымыз ауруханадан шыққалы жатыр. Видеоны соңына дейін көріңіз және комментарияда міндетті түрде өз пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Міне, сіздер көріп тұрғандай, дәл осы Зафар бауырымызды біз 2 апта бұрын осы жерге алып келген едік. Яғни екі аяғы белі сынып 3-ші қабаттан құлаған болатын. Қазіргі таңда мінекей отасы жасалды, беліне де отасы жасалды, жағдайы жақсы. Осы халықтың жасаған қайырымдылығының арқасында осы бір бауырымыз мінекей аяққа тұрып, қазір емін алып жатыр, жағдайы жақсы. Ертең Алла қаласа Зафар бұл ауруханамен мәңгілікке қоштасады. Жақсылық болсын, Зафар. Ассаламу алейкум, братья. Огромное спасибо за то, что помогли. Буду молиться за вас. Дай Аллах вам здоровья, счастья. Жақсылықта жарысатын жақсыларым. Аман болыңыздар.